Екі нәрсе адамның бойында тұрақтап қалмайды. Жастық шағы мен күш қуаты. Екі нәрсенің кісіге тигізетін пайдасы зор. Көркем мінез бен кең пейілділік. Екі нәрсе кісінің мәртебесін арттырады. Кішіпейілділік және өзгенің мұқтаждығын өтей алу. Мына екі іс кісіге бәле жуытпайды. Садақа беру мен туыстық қатынасты үзбеу. Адам жүрегін ертпейтін іштарлық пен өшпенділік. Бәріне қанағат қыл да, адал еңбек қыл. Ең алдымен өзіңе өзіңнің көңілің толатындай өмір сүр. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың. Ашумен қылған іс болып шарытпайды. Бойды ашуға билетпе. Қатты уайымға салынба. Бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Дүниенің қайғысы ақ жауындай үзілмей жауса да, қуаныш анда-санда найзағайдай жарқ етеді де өшеді. Бұл неліктен? Бұл адам баласының қиянатының көптігі, мейірімнің аздығынан. Ұшақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Жаманмен жолдас болсаңыз, көрінгенге күлкі етер. Жақсымен жолдас болсаңыз, айрылмасқа серт етер. Лайықты болсаң, бағалайды өмір. Айыпты болсаң, жазалайды өмір. Сен таза болсаң, айналаңды да қоқыстан өзі тазалайды өмір. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Екіншісі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Қатты уайымға салынба. Бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес. Маңыздысы, Аллах разы болса болды. Алауға қанша отын салсаң, сонша жылу қайтарады. Адамдарға қанша мейірімділік жасасаң, Алла сонша жақсылық қайтарады. Күлейікші, әрқашан күлейікші, бұл дүниенің қадірін білейікші. Әр күн сайын Құдайға шүкір айтып, бақытты боп жадырап жүрейікші. Құрметті көрермен, арнаны қолдап, лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.